көңілі босап отыр ғой деймін, Иә. Жалпы ер азаматтың, ер адамның мәдениеттілігі ол әйелге жасаған қарым-қатынасынан білінеді ғой. Бұл жерде ол егер де шынымен де сондай болса, Сандуғаш Тәтенікін де айтып отырғандай, тұңғыштары дүниеге келіп жатқанда бір жаңағы раушан гүлін сыйлауға жағдайы болмаса, ол жағдайда емес, мәселе ынтада, ықыласта деп ойлаймын мен. Егер де шынында да сондай болса, онда оған ренжіп керек емес, ол надан адам деп ойлаймын мен. Наданға ренжіп керек емес. Айналайын Айбек жазған оқшы дейді. Жүзімкүл апа қайда кетті дейді. Жүзімкүл апа қазір Таразда мәселесін қарастырып жатыр. Сіздерге ол кісінің мәселесі қалай шешілгенін айтамыз. Біз сол үшін де бақытты болып жүреміз емес пе дейді. Негізі, мен де айтарым, Сандуғаш пен Бақтияр бір-бірін қатты жақсы көретін сияқты, қимайтын сияқты, сондай бір араларында байланыс бар сияқты. Қалай ойлайсыз? Мен Бақтиярдың тарапынан көрген сияқтымын, сезімі бар екенін. Бірақ мүмкін Сандуғаш Тәтеде де болуы мүмкін, бірақ анандай айтады ғой, түп санада, ол сезім өзім мойындамайды, бірақ на подсознательном уровне деп айтады ғой психологияда. Сол өзі білмейді, бірақ түп жаңағы санасының түбінде сезімі бар сияқты. Енді білмеймін, қателесу мүмкін. Жүзімкүл апа қайда? Қазір ғана жауап бердік. Жүзімкүл апа Таразда. Мәселесі бір жақты болған кезде айтамыз. Тахир мырза саған төзім берсін дейді. Барлығымызға Алла сабыр берсін. Айбек бұл Сандуғаш деген ақылды қыз деп жазып жатыр. Айгерім ақылды дұрыс айтады дейді. Сандуғашты шығарыңыздаршы дейді. Сандуғашты Бақтиярмен татуластырмай шығармаймыз десең. Айбек мен Сандуғашты қолдайын, Бақтияр ұялмай алименттен бас тартсын ба деп қоймайды. Содан ақ білмейсіздер ме қандай адам екенін, Сандуғаштың көңілі қалған ғой дейді. Мен сол жаңағы айтқан кезде таң қалдым да, мен алиментімнен өмір бақи босады деп ана бағдарламада айтып жатыр да, маған Тахир мырза өкінішке орай сөз берген жоқ. Сол кезде мен айтайын деп едім, не себепті сіз алимент бермеуіңіз керек депші. Тіпті әкелік құқығынан айырып жатқан еркектерде де ол алименттен айырмайды. Заң бойынша алимент деген ол ең бірінші қарастырады ғой, жаңағы заң баланың жағдайы ғой, ол балаға деген тиесілі ақша. Неге ол бермеу керек екен деген ой туады да. Айбек, неге кейіпкерлерді тым көп ұстайсыз, неге проблемаларын жылдам шешпейсіз дейді. Кейіпкерлердің проблемаларын шешу менің қолымда емес. Көп ұстайтын себебіміз, мысалға, басқасын алмай қойық, Айгерімді алғайықшы ортадағы. Айгерім мәселесін өздеріңіз білесіздер. Айгерім осымен сотын қанша рет ауысты? Ауысу себебі бірінші басында жаңағы сот төрағасы ауырып қалуына байланысты, одан кейін қарсы тарап сот отырысына келмегеніне байланысты, осы жолы да сот отырысына келмей, енді 22-сіне қайтадан ауыстырылып отыр. Сөйтіп сырттай шешім қабылдауға біз талап арыз жаздық. Себебі келмейді ғой сот отырысына. Қараңыздар, енді неге мысалға кейіпкерлерді ұзақ ұстайсыздар деген сұрақ келді? Себебі шиеленіскен оқиғаларда бізде барлығы. Мен өзім жауап берейін. Мысалға Айгерімнің қазір қанша рет сот отырысы болды деп сұрап атқан себебінде сол. Мысалы Айгерімнің басқасына қарағанда Айгерімнің ісі біз тез шешіледі деп алғанбыз. Айгерімдікі мысалы 4-ші сотқа кетіп жатыр. Ал басқалардыңкін айтпай қояйық мысалға. Сондықтан біз келген кейіпкердің мәселесі шешілмей жібермейміз. Біздің өзіміздің мақсатымыз сондай. Ол келді, кетті, оны несі жақсы бізге. Мәселесі шешіліп бір жағына келіп, кәдімгі үмітпен қайтқан дұрыс. Айгерім өте тамаша қыз дейді, білімді, тәрбиелі, нақты сөйлейді. Бір пікірді 5 рет жазған екен. Көп рахмет. Айгерімде соншалықты көп ақша кеткен ба дейді. Соншалықты көп ақша дегенде, анада да мен пікірлерді көрдім, бір пәтердің ақшасы кеткен ба деген, бір пәтердің ақшасы емес, бастапқы жарнаға жинаған ақша кетті. Болды, осымен тоқтатайық.